Рүстем Жанаевтың «Ақұдайлар» деген шығармасын кішкене үзінді оқып берейін. Туыстықты жүрегімде тербетем, ел бірлігін ойламаған ер мекен. Кейде бізді әзіл шыны аралас ақұдайлар олғандар дейді екен. Рас, бәрі Құдайды ақ дегенбіз. Құдай берген, өсіп өнген көбелміз. Қарақұрым төскейде мал қаптатып шұбатшып шұбарғазы жүреміз. Бір ғасырдай шұбатылған бір күні, ерташылған аққоз үйдің түндігі, бейнет қор ел, сөйлестек сондықтан асайтыны қозының сүт құйрығы. Той жасайтын басы жиы құралып, ал халқада жүрген талай сыналып, Ақұдайдың әр жігіті марқасқа тақымына бір-бір тұлпар лайық. Қыздарына көз сүрінген сүйінген, келіндері сәлем етіп иілген, бәйбішесі бес биенің сабасы, өмір жібін үзіп алмай иірген. Кең жайылған дастарханы даладай, қарттары бар елпілдеген баладай, жігітінің жанары от шындықты тік айтатын, бет жүзіне қарамай, сонда елміз арал менен қазалы, жетіп жатқан рахаты азабы, тартылғанмен арал кері қайтқанмен тарқамаған елдің думан базары. Пейілмен кең далада құлпырған Ақұдайлар мақтанарлық ұл туған. Ортақ бізге Жанқожадай бабамыз, ортақ бізге ұлы шайы нұр туған. Жер тозбайды азаматы тозбаса, шекара жоқ, ел көшін қозғаса, тозақты да азапты да жеңетін кім болады Ақұдайлар болмаса? Ақұдайлар туған жерде тік тұрған, қайсарлықпен санапатты ықтырған. Ақұдайлар айналайын сендерден адамдардың ұлылығын ұқтырған. Ақұдайлар, Ақұдайлар.